Батыс Африка елінің заң шығарушылары 2015 жылғы тыйымның күшін жоюға дауыс берсе, Гамбия тәжірибеден қорғауды алып тастаған алғашқы ел болады. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Гамбия заңгерлері әйелдердің жыныс мүшелерін кесуге салынған тыйымды алып тастау, миллиондаған қыздарды құқықтық қорғаудан айыру туралы шешім қабылдауға дайындалып жатыр. Бұл басқа елдерде үлгі алады деген үрей туғызуда. Гамбия ұлттық ассамблеясының мүшелері заң жобасын екінші оқылымнан кейін тыйымның күшін жою үшін дауыс беруі керек. Адам құқықтар жөніндегі сарапшылар, заңгерлер және әйелдер мен қыздардың құқықтарын қорғаушылар бұл жыныстық тазалық, мойынсұнушылық және бақылау идеяларымен байланысты ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан әйелдердің жыныс мүшелерін кесуді тоқтату үшін ондаған жылдар бойы жүргізілген жұмысты тоқтату қаупі бар дейді. Егер Гамбия тыйымды алып тастаса, ол сүндетке отырғызудан қорғауды алып тастаған әлемдегі алғашқы ел болады және үгіт-насихатшылар бұл басқа елдерге де осындай шаралар қабылдауға жол ашады деп қорқады. Олар қыздардың денесін саяси ұрыс алаңы ретінде пайдалануда, дейді Батыс Африканың шағын еліндегі жыныс мүшелерін кесуге қарсы жетекшілердің бірі Фату Балде. Ол егер шабуылды басқарған экстремистер деп атаған адамдар дегеніне жетсе, онда олар басқа заңдарды, мысалға балалар некесіне тыйым салатын заңдарды жоюға тырысады деп қорқатынын айтты. Егер заң жобасы жақын арада қабылданса, үкіметтік комитеттер түзетулерді парламентке соңғы оқылымға қайтарылғанға дейін ұсынылады. Сарапшылар заң жобасы осы кезеңде күшін жоймаса, оны қолдаушылар қарқын алып заңға айналу әбден мүмкін дейді. Гамбия 2005 жылы сүндетке отырғызуға тыйым салды, бірақ өткен жылға дейін ол тыйымды орындамады. Сол кезде 3 тәжірибешіге үлкен айыппұл салынды. Мұсылмандардың басым көпшілігін құрайтын елдегі ықпалды имам олардың бастамасын қолдап, Гамбияда әдетте 10 мен 15 жас аралығындағы қыздардың клиторы мен кіші жыныс еріндерін алып тастауды қамтитын сүндетке отырғызу діни міндет екенін айтып, тыйымды жоюға шақырды. Сүндетке отырғызу әртүрлі формада болады және Африкада жиі кездеседі, бірақ ол Азия мен Таяу Шығыстың кейбір бөліктерінде де жиі кездеседі. Халықаралық деңгейде адам құқықтарын өрескел бұзу ретінде танылған бұл инфекциялар, қан кетулер және қатты ауырсыну сияқты денсаулыққа байланысты ауыр проблемаларға әкеледі және ол қолданылатын елдерде өлімнің негізгі себебі болып табылады. Жаһандық деңгейде жыныс мүшелерін кесу оны тоқтатуға бағытталған науқандарға қарамастан өсуде. Бұл көбінесе кең таралған елдердегі халық санының өсуіне байланысты. UNICEF мәліметтері бойынша 230 миллионнан астам әйел мен қыз оны бастан өткерді. Агенттік 2016 жылғы соңғы бағалаудан кейін 30 миллионға көбейді. Гамбияда заң жобасына дауыс беретін 58 заң шығарушының 5-еуі ғана әйелдер, яғни жас қыздарға мәжбүрлеу тәжірибесі туралы пікірталаста ер адамдар басым болады. Олардың дауыс беруге құқығы жоқ, деді Эммануэль Джуф, Гамбияның адам құқықтары жөніндегі ұлттық комиссиясының басшысы. Тыйым салуды алып тастау ұсынысы гамбиялық әйелдер мен қыздардың денсаулығы мен әл-ауқатына ауыр, өмірге қауіп төндіретін салдарды тудырады, деді Гита Рао Гупта, ақш-тың жаһандық әйелдер мәселелері жөніндегі елшісі. 2021 жылы құрылған Ақиқат комиссиясының мәліметінше, Гамбияны 1994 жылдан 2016 жылға дейін адамдарды азаптап өлтірген, әйелдерді зорлаған және көптеген адамдарды еш себепсіз түрмеге жапқан аймақтағы ең атышулы диктаторлардың бірі Яхя Джамме басқарды. Ол жиі FGM аббревиатурасымен белгілі әйел жыныс мүшелерін кесуді тоқтату үшін күресіп жатқандарды исламның жаулары деп атады. Сондықтан 2015 жылы Джамменің өзі сүндетке отырғызуға тыйым салған кезде бұл көптеген гамбиялық қарсыластарды таң қалдырды. Көптеген бақылаушылар мұны оның Марокко әйелінің әсерімен байланыстырды. Әйелдер мен қыздардың 4-тен 3-і сүндеттелетін Гамбияда жаңа заң ойынды өзгертті деп бағаланды. Бірақ бұл заң орындалмады. Бұл теократиялық мемлекет құруға әуес, сүндетке отырғызуды қолдайтын имамдарды оны жоюға талпындырды, деді Джофа мырза. Мұсылман әлеміндегі дін ғұламалары сүндетке отырғызудың шын мәнінде исламдық әрекет екеніне келіспейді. Ол Құранда кездеспейді. Гамбияның ең атышулы имамы Абдулифетти сүндетке отырғызу әйелді таза етеді және сүндеттелмеген әйелдердің күйеулері әйелдердің жыныстық тәбеттерінен қанағаттандыра алмайтындықтан зардап шегеді деп мәлімдеді.
Көптеген гамбиялықтар Фетти мырзаны екіжүзділік үшін айыптап, Жаме мырза сүндеттелуге тыйым салған кезде Фетти мырза президенттің имамы болғанын, бірақ оның меценатына қайшы келмейтінін атап өтті. Заң жобасының бірінші оқылымында Фетти мырза бір топ жас әйелдерді парламент алдында сүндетке отырғызуды қолдайтын ұрандар айту үшін әкелді. Гамбия үшін әдеттен тыс, олар беттерін жауып, ән айтып, әйелдерді сүндетке отырғызу біздің діни сеніміміз деп жазылған қызғылт плакаттарды бұлғады. Жыныс мүшелерін кесуге қарсы болған Балдай ханым 8 жаста еді. Ол қысым көріп кесілген болатын. Бірақ ол сексуалдық және репродуктивті денсаулық бойынша магистратурада оқып жүргенде, әйелдердің жыныс мүшелерін зақымдау терминін алғашқы естігенде, ол оны бастан өткеру керек нәрсе деп мойындамады. Өйткені ол қатыгездік емес, оның мәдениетінің бір бөлігі деп ойлады. Бұл әйелдерге зиян тигізеді деп ойламады. Сүндеттегі оның өз әжесі дәстүрлі акушерка қатысты. Дегенмен тиісті әдебиеттерді оқып, басқа әйелдермен сөйлескеннен кейін, Балдай ханым өзінің не нәрсеге тап болғанын түсінді және сүндетке отырғызуға қарсы сөйлей бастады. Алдымен отбасының пікірін өзгертуге тырысты. Ол Гамбиядағы әйелдерді сүндетке отырғызуға қарсы ең танымал дауыс берушілердің біріне айналды. Қыз бала сүндеттелмесе, болашақ қыздарын сүндетке отырғызбайды, дейді. Ол және басқа бақылаушылар дауыс беру күні өте күтілетін болады деп күтетіндерін айтады. Көптеген заң шығарушылар сүндеттелуге сенетіндіктен емес, олар парламенттегі орындарын жоғалтып алудан қорқады. Сондықтан заңды қабылдау үшін дауыс береді. Ең өкініштісі үкіметтің үнсіздігі. Бұл үнсіздік тіпті әйелдер мен балаларды қорғауға жауапты министрлікке де таралады. Оны бұрын Біріккен ұлттар ұйымы халық қорының Гамбиядағы гендерлік зорлық-зомбылық және әйелдердің жыныс мүшелерін кесу мәселелері бойынша үйлестірушісі болған Фату Кинте басқарады. Гамбиялық белсенділер телефон арқылы оған хабарласқанда, Кинте ханым сүндеттелуге тыйым салудың алынып тасталуы мүмкін екендігі туралы түсініктеме беруден бас тартты. Ол кейінірек қайта қоңырау шалатынын айтты, бірақ хабарласпады. Балдай ханымның айтуынша, жақында имамдардың сүндетке отырғызу туралы риторикасы көптеген гамбиялық ер адамдарға тарады. Олар бұл тәжірибеге қарсы сөйлеген әйелдерді желіде қорлауды бастап, Гамбиядағы әйелдер мен қыздардың мүмкіндіктерін кеңейту қозғалысына нұқсан келтірді. Бірақ ол желідегі қиянат олардың күш-жігеріне кедергі келтірмейтінін айтты. Егер бұл заң күшін жойса, біз олардың көбірек талап ететінін білеміз, дейді Балдай ханым. Сондықтан біз соңына дейін күресеміз. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтер тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.